жылайды жаңбыр суымен суыта. Ару неге жыламайды батса да қиындыққа. Аспан әрине табиғаттың бұйрығымен ғана. Ал ару мүмкін жылайды білдірмей айналаға. Сол жауған жаңбырменен араласып оның жасы. Ол отыр жағалауда жалғыз өзі мұңын басып. Мұңы тасып есілдің суындай көктемдегі. Келбеті сұр сәулелі қайғыдан жүректегі. Сүйген жүрегі аңсайды жігіттің бірге жүрген. Екеуі бақыт деді бірге ойнап бірге күлген. Сол жағада жігітті сүйемін деп уәде берген. Мені күткелемін деп ол жігіт әскерге кеткен. Жасару келіседі қимастан қиындықпен. Мінекей жігіттің кеткеніне бір жылда өткен. Соңғы 2 аптадан бері смс те келмеді. Қоңырау шалып еді жігітті жауап бермеді. Оны іздеді уайымдады не жасарын білмеді. Енді кімге барып мұнын айтып ару төгеді. Достары да түсінбеді ұмыт оны деп бәрі. Бірақ ол үміт түспеді жазып қалар деп сенеді. Күндер өтеді түндер кетеді қайғы келеді. Тамақ ішпей олар осы қаттанады не деді. Шекелі бұл өмірдің не керегі дейді. Бірақ жүрегіне тыныштық бермейді сол бір сұрақ. Не үшін ол хабарласпай кетті ұмытты ма? Әлде маған деген сезімім біреу суытты ма? Не болса да мен сені күтемін ғой ұмыт қылмай. Сұранамын хабар берші жүрегімді қинамай деген ару жауапсыз қалып тек жүрегін кінәлап күдер үзді. Ал әскерге кеткен жігітіне келсек, әскери бөлімшеде жігіті борыш өтеді. Казармада өмір сүріп талай күндер өтеді. Аруын сағынады өйткені қатты сүйеді. Осылайша жыл өтіп қайтатын кезде келеді. Жиналып жолға шығады ешкімге айтпайды. Аруын қуантып сюрприз жасайым деп ойлайды. Пойызға билет алып отырады жол жүруге. Жол үсті үйіне дейін қалды 2 күндей. Келесі күні күн түрілді күркіреді. Қуанамын сезімді асығып оның жүрегі. Пойыз келіп тоқтады кезекті бір станцияға. Темекі шегуге шығады станцияда. Адам көп емес бір шағын елді мекен екен. Асыға іздеп дүкен тым алыстап кеткен екен. Кенеттен кезігеді сол ауылдың жігіттері. Тиіседі ақша сұрап пышақты ретке кетеді. Ал жігіт болса сұранды тек мені өлтірмеңдер. Қанша ұрсаңдар да шыдаймын менде не тудені. Мен әскерден қайтып келем сағынып өз үйімді. Жіберіңдер бауырларым мені қинамай деді. Бірақ ал бастыға бас бітірмеген тыңдамады. Жігітті теуіп тастап соңында пышақ тығады. Қалталарын ақтарып жігіттің барын тонап қашып кетеді де өлім аузында оны қалдырады. Пойыз жүріп кетеді ал ол болса жерде жатыр. Жаралы жері қанап дене соның сезді салқын. Ешкім жоқ айналада көмектесер ол жігітке. Осылай қатал тағдырмен ол жігіт көз жұмады. Ал оны өлтірген шпаналар қайта оралады. Денесін алып кетеді матамен орап алып. Көлікпен апарып көмеді оны айдалаға. Міне осылай ол жігіт мәңгіге жоғалады. Қайғылы махаббатым неге жараладың? Мен таба алмадым қойған сұрағыма жауап. Қайғылы махаббатым неге жараладың? Мен таба алмадым қойған сұрағыма жауап. Араға 10 жыл салып құрметті көрермен Шоқан сахнаға оралып жатыр. Шоқан Әбішев назарларыңызда. Шоқан мырза, қайырлы таң. Келіңіз диванға жайғасып сұхбаттасайықшы. Осы Шоқанның әндеріне өткен 10 жылдықта, декадада қайғырмаған жұмыс жоқ шығар. Жақын отырыңызшы, сізбен сұхбаттасайық. Сізді алғаш рет осы әлеуметтік желіде қайта оралғаныңызды көріп қалдым. Алғашында видеоны көрдім, одан кейін 2-3 скролл жасап барып, саған таныс дауыс деп қайтып оралып, содан кейін барып еске түсіріп, қайда болдыңыз 10 жыл бойы? Ассаламу алейкум, қайырлы таң баршаңызға. Енді ол тарихым өте ұзын болып кетеді, сондықтан қысқа айтсам, кішкене 2014 жылдан бастап рухани құлдырау болды, қалай айтады ол, депрессия деген сияқты бір қиын жағдайлар болған өмірімде. Бірақ бәріне өзім кінәлі, ешкімді кінәламаймын сол. И сол бір жағдайлардың арқасында Алланың қалауымен рэптен кетуге тура келді. Сосын қаншама жылдар сол Аллаға шүкір бәрі орнына түсті. Өзімнің сүйіктімді таптым, ақерке
Алтынбай қызы, менің сүйіктім, махаббатым, жүрегімді емдеген. 2017 жылы бір текст жазған едім. Сен әлі елессің деген. Ол кезде мен жаңағы құлдырау кезінде өзімнің келешек жұбайымды елестете алмайтынмын. И сол кезде біз әлі таныс емеспіз, бірақ келешекте танысамыз деп жаздым. Сосын таныстым сол ақеркемен. Сіз суреттегендей ару болды ма? Иә, тура сол, одан да артық шықты. Аллаға шүкір, қазір үйде. Сәлем жолдаймын жұбайыма. Мен сені өте қатты жақсы көрем. Менің жүрегіме Алланың қалауымен ем беріп, міне мен рэпке оралып отырмын. Сол кісінің арқасында, Аллаға шүкір. Себеп тек қана сол кісі ме, әлде өзіңіздің де бір іштегі шығармашылық энергияны шығару қажет болды ма? 10 жыл бойы тасада қалған. Мен негізі басқа салаларда жұмыс істеп жатырмын. Қолымнан келетін нәрселер бар екен, көрдім, Аллаға шүкір, бірақ сонда да рэпер болғым келеді екен. Құпия болмаса, қандай салада істедіңіз осы 10 жыл аралықта? Жалпылама айтсаң. Басында жұмыссыз жүрдім. Сосын халыққа қызмет еттім, текстовать етіп. Одан кейін мобилографияны үйреніп алдым. Мобилография, СММ-мен айналысып жатырмын қазіргі күнде де. Жаңа кәсіби деңгейде. Бірақ ол жұмыс әрине маған рэп сияқты бір қуаныш бермейді екен. Және жұбайымды қолдап, жаса, тыңдармандарын күтіп отыр деген соң, қайтадан жасап жатырмын енді. Сізді көргенімізге қатты қуаныштымыз, өйткені мектеп кезінде сіздің әндеріңізді біз блютузбен жіберіп, кәдімгідей шнуры бар, құлаққаппен тыңдайтын. Бірсе естілетін, бірсе естілмейтін құлаққаптармен. Қолмен мұжып-мұжып. Икпорт деген бар еді. Сол кездері сіздер бір қазақтың рэп әлемін деп айтсақ болатын шығар, дүр сілкіндірдіңіздер. Тек қана сіз емес, енді Ерболат мырза бар, Ашқазақ Про бар ол кезде, қаншамасын шынымды айтайын есте шығарып алдым. Сол кісілермен араласып тұрасыздар ма? Ол кездегі енді рэп индустрия мүлдем басқа болды ғой қазіргімен салыстырған кезде. Сіз Юрист Центр Продакшн, ол да болды, сіз жұмыс істеген әндеріңіз сол жақтан шыққан. Ол қайда қазір? Мен негізі рэпті бастаған кезде 2003 жылдары ол. Мен Шымкенттен осы Астанаға 7-ші сыныпта көшіп келдім, осында сабаққа, мектепке орналастым. Осындағы өзімнің қазақ бауырларым, енді кішкентаймыз ғой бәріміз, мені жабылып ұратын, сен қазақша сөйлейсің, қазақша сөйлейтіндер Мамбет деген сияқты. Сол кезде мен өзім намыстанатын, неге мен өзімнің бауырларым олай ұрады, қазақша сөйлегенім үшін деп. Сосын жаңағы Eminem, Децл дегендер пайда болды. И соларды тыңдап жүріп, мынау біздің жастар осыларды тыңдайды. Солтүстік Қазақстанда бәрі орысша рэп тыңдайды. Енді мен қазақша жасайын деп, сонымен бірінші рэпім ол қазақтар алға, қазақтар алда, біз қазақпыз жаман көзбен бізге қарама деген рэп шығарғам. Содан кейін кетті ары қарай. Юрист Центр деп, ол менің әкеме сыйлаған атауым. Әкем және бәрі маған юрист боласын деген. Сол үшін мен Юрист Центр деп атап шығып кеттім. Қазір ол кісілер аяқтады ма барлығын? Мен интернетке кіру керек қылыпты, есімдерін, сіздер фит жазған адамдардың. Жақау, Шыңғыз. Мэдди, Шыңғыз, ондай кісілер де болды. Драйв деген бауырым ол рэппен айналыспайды қазір. Бірақ араласып тұрамыз, жақсы. Мэддиді көрмегелі біраз болды. Жақау да рэпке қайта оралып жатқан сияқты. Айтқым келген, яғни осы бір индустрия қазір мүлдем басқа адамдармен толықты, рэп әлемі. Сіз қазір 10 жылдан кейін келіп жатсыз, мүлдем басқа түрлерді көріп жатқан шығарсыз. Және әннің жасалу жолы да басқа деген секілді. Дайынсыз ба? Әрине, негізі мен тек қана мынандай қайғылы махаббат, жаңағы жауапсыз махаббат деген тректер емес, мен техникалық рэпті де орындай алам. Неше түрлі оларды алып келе алмаймын, өйткені кішкене цензура бар деген сияқты. Сондықтан менің жаңағы қайғылы махаббат сияқты лирикалық тректерімді көріп, кейбір рэперлер деп айтпай-ақ қойсын, өйткені Құдай қаласа жасаймыз. Жарым демеші. Қазір тыңдаушының да талғамы өзгерді. Рэп деген кезде біз көбінесе, қалай айтсақ болады, попқа жақын жанрды елестетеміз ғой, хип-хоп деп айтамыз ба, қазір Садрадин бар, басқасы бар, Тұрар бар, талғам өзгерді қазір.
кезіндегідей мен 2013 жылы келген кезде танысқанмын сіздің шығармашылығыңызбен. Астана бас қала деп көрдіңіз бе? 10 жыл өтті, мен бірінші қатарын ғана есте сақтап қалдым. Сол сияқты тыңдарман қалай қабылдауы мүмкін мұндай дүние? Оны да мен ойланғам, тыңдадым. Садраддин деген керемет қазір ән айтатын, R&B айтатын жігіттер көп, бірақ оның бәрі рэп емес. Рэп деген ол кәдімгі рэп. Сондықтан рэпті қайтадан жандандыруға, Жақауды, басқа да рэперлерді, Саддам деген бауырымды, бәріңді шақырамын. Қайтадан рэпке оралыңдар, рэпті қайтадан орнатайық. Және енді ауызға байқап сөйлеу керек болатын болады келесі жолы. Негізі кезінде әлеуметтік желінің көмегісіз-ақ танымал болған жандарсыздар ғой, Құдайберген? Айтып отырмыз ғой, Bluetooth арқылы деген сынды. Ол кездегі Икпорт бар, Bluetooth бар, 2003 жылы қалай таралды әндер деген. Қазір ән жазу барысы жайында тоқтайықшы. Флоу өзгерген жоқ, дәл сол. Флоу бәрі бар. Оқу мәнері ғой, яғни. Оқу мәнері ол әрине қалады ғой основасы. Бірақ мен басқа да тректер жазып жатырмын, ол жерде стиль кішкене там, ол жерде fast flow деген бар, тез айтатын, жаңағы жастарға ұнайтын кочевый жерлері бар, профессиональный жерлері бар. Бірақ мен өзімнің шынайы тыңдармандарыма арнап лирикалық бірнеше трек жаздым, оны бүгін Құдай қаласа орындаймын. Жаңағы жұбайым айттым ғой сол туралы, біз әлі таныс емес деген. Қараңғы таң, әлде біз әлі таныс емес, бізге шығармашылық? Ол тректің аты Қараңғы таң деп қойдым, өйткені ол кезде менің таңым қап-қараңғы еді. Бірақ қазір әдемі қайырлы таң болып отыр, Аллаға шүкір. Сонымен, Шоқан мырза жаңағы айтқандай, енді көптен күткен сіздің жаңа тректеріңізді көрермен күтіп отыр. Bluetooth Икпорт болмаса да қазір интернет бар, әлеуметтік желі бар, бірінен бірісі таратып жіберуге дайын отырған болу керек. Сонымен, Сахна сіздікі. Рахмет. Мархабат. Тұсаукесер, құрметті көрермен, Шоқан назарларыңызда. Екеуміз әлі таныс емес, сен тек ойымдағы елес. Қайда жүрсең де жүрегің сез, әлі алда жолығармыз екеуміз. Сен менің сүйгенім, менің невестам, екеуміз ғана өзге керек емес. Ты моя любовь, ты моя истина, ты моя преданность, ты искренность. Түн жамылып онсыз да сұрғаланы, жаралы жүрек сүйгенді қорғылады. Сезімдер жауған қардай төз алмай, 0 градуста ағады. Көлік терезесі дворниктер ары бер, ойымдағы ойларымды менің алып кет. Менің лас санамды мастандыра бер, мен газ басам да ұмтылам ілгер. Қараңғыдан мұңайып атуда не, тоңған тәм ойып қатуда не. Бұл қараңғы таң мен алаңдата, қараңғы түн қайта аламдата. Сенің барыңа күмәнданбадым, сездім тек өзіңсің жанбаған бағым. Сен менің тағдырым таңдаған жарым, сен менің жанымның екінші жағы. Екеуміз әлі таныс емес, сен тек ойымдағы елес. Қайда жүрсең де жүрегің сез, әлі алда жолығармыз екеуміз. Сен менің сүйгенім, менің невестам, екеуміз ғана өзге керек емес. Ты моя любовь, ты моя истина, ты моя преданность, ты искренность. Есілдің ескі жағалау, ертегіге тең, күн астындағы күн мекеніндегі. Талай сезімдер сөнген, өртенген, біткен, ойы күтемес, қаламестен кеткен. Енді не істеймін, сурет салып жоқ естеліктен, өшірем екі жынды түнде түсті түткен. Уасы әрбір жайт бастан кешкен, жағалаудың желі тұрды астан кестен. Қолыма ұстап гүлімді көшемен келем, жаңбыр жауып тұрады тең бұтта шелектен. Маған мұның бәрі бір тиын, өйткені сүйем сол сүйу жүгіртуде екі аяқты неліктен. Жүрек бой бермейді, санам ұнықпайды, асығыс келем, жаным жалықпайды. Білем, бәлкім ол бүгін маған жолықпайды, бірақ сенен бар келешек жұбайым. Екеуміз әлі таныс емес, сен тек ойымдағы елес.
қайда жүрсең де жүрегің сез, әлі алда жолығармыз екеуміз. Сен менің сүйгенім, менің невестам, екеуміз ғана өзге керек емес. Ты моя любовь, ты моя истина, ты моя преданность, ты искренность. Шоқан, құрметті көрермен, назарларыңызда қайта оралуыңызбен қош келдіңіз қайтадан сахнаға. Бір ауыз сөз, никнейм жайында айтатын едік осы рэперлермен. Шоқан деп қала ма? Шоқан деп дейміз? Шоқан деп қалады, құлай қалса. Шоқан деп әлеуметтік желіден барлық жерден іздесеңіз болады, құрметті көрермен. Рахмет келгеніңізге. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, Алла разы болсын сіздерге.